Ассалаумағалейкум, құрметті қадірменді бизнес партнерлар. Қайырлы күн баршаңызға, және де қазақ елі, тыңдап отырған тыңдарман. Бұл енді маркетплейс жөнінде бағанағы Лимон маркетплейс. Бұйыртса осы 17-сі Қырғызстанға осы акционерлерді алып барайын деп отыр компаниямыз. 17-сіне билет алынды. Бұйыртса өз көздерімен заводты бәрін көріп келеді. Яғни күннен біздердің енді сенім артып келе жатыр. Яғни мен бірден осы компания келгенден соны жүрегім жақсы қабылдап еді негізінде. Ал енді іске ассын деген тез қосылса екен деген ниеттеміз. Келесі ай бұйыртса қосайын деп жатыр. Күнненге бағанағы площадкаға товарлар салынып жатыр, күнненге көбейіп жатыр. Ал соны қазір тамашалап отырмыз. Яғни бұл компания қалай? Бұл Байши компаниясы 2009 жыл құрылған. 6 заводы бар, 2 институты бар, 1 лабораториясы бар. Гуанчжоуда орналасқан Қытайдың қаласында. Былтыр мына Қырғызстаннан Хуаге деп ашады. Хуаге деген яғни еркіндік деген мағынаны білдіреді. Сол арқылы ашылып отқан Лимон маркетплейс. Яғни бұл площадканың ішінде инеден бастап іздеген затымыздың барлығы да болады. Сонымен қатар тек қана бағанағы Қытайдың товары емес, Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан қай мемлекеттерге шығып жатыр, солар өздерінің өндірістерінде саталады. Бұның ішінде ертең бүткіл елдің яғни өнімдерін тамашалай аламыз. 5 жылдың ішінде 56 мемлекетке шығайын өткен компания, 5 жылда. Ал енді сол кезде ойлап қараңыздар, қандай бұл жерде оборот болады, қандай товарлар болады. Ал енді неге десек, уже заман соған келді уже. Заман уже маркетплейстің заманы. Бұрынғы мына сетевой бизнес, традиционный бизнестер қазір уже қалып келе жатыр қазір. Маркетплейста бұл жерде ауқымды товар да, ауқымды үлкен мыңдаған заводтардың товарлары болады. Қазір уақытша несін сатып жатыр, бұлар карталарын сатып жатыр уақытша. 2027-ге дейін, 27 деген тоқтатады екен. Мысалы, картаны сатып алған адамдар реферальный ссылка деген болады, әрбір адамның өзінің кабинетінде. Реферальный ссылканы әркімге тарату арқылы, немесе Instagram, TikTok, WhatsApp группаларға, сондайларға салып қойдың. Адамдар кірді, кіргенде уже сізде постоянный клиент болып байланып қалады да ана жерде. Сауда жасап жатыр, сауда өзіне керегін алып жатыр, 3% сізге түсе береді. Ай сайын киім алып жатыр ма, ай сайын порошок алып жатыр ма, суын пасты счетысын алып жатыр ма, сізге ақша түсіп жатыр. Жылына балдарын киіндіріп жатыр ма, сізге 3% ақша түсіп жатыр. Яғни 3% пен 6%-ның арасында ақша табуға болады. Сол нелерді түсіндіреміз, ол бір. Екіншіде пункт выдача ашуға болады. Пункт выдача дейтін білесіздер ме, келген товарларды раздавать етіп отыруға. Бұл жерге дополнительный ақша салмайсыздар. Дополнительный ақша салынбайды, яғни компания өзі оқытады, өзі тоқтады, қалай үлестіру керек екен. Тек товарлар келген товарды үлестіріп отырсаңыздар, сізге 4% ақшасы төленіп отырады. Мына жерде таза керемет дайын бизнес, дайын, ешқандай басыңыз ауыртпайды. Енді үшіншіден бұл жерде акционер болуға болады. Яғни күніне $2000 жоғары ақша табуға болады. Ал енді сол акционер болуға қалай системасын, соны бәрін түсіндіреміз. Сол үшін біздің командамызға қосылыңыздар. Біздің командамызда осының бәрін көрсетіп жатырмыз. Тез жететін мүмкіндікті көрсетіп жатырмыз акционерге. Аманшылықта, жақсылықта, бай қуатты болып өмір сүрейік. Бұйыртса. Ертең мысалы керемет емес пе да? Қырғызстаннан алып жатыр ма, Өзбекстаннан алып жатыр ма, Россиядан алып жатыр ма, бүткіл жерден товар жүріп жатыр. Ал сіз акционерсіз, күніне керекті дивидендіңізді алып отырасыз. Ол сетевой бизнестермен салыстырмаңыздар. Финансовый пирамидамен де салыстырмаңыздар. Екеуіне де қатысы жоқ.